Болатбектің сұрақтарын тыңдайық. Сайкеу қалайсың? Жақсы жаңа. Жақсы. Менде бір сұрақтар бар еді. Сұра. Алдын бір интервьюде Санжар Керімбай туралы айтылып еді, әңгіме. Толық еңбегін оқылғам деп ше? Сен айттың ғой, иә? Иә. Сол, получается, ол кісіні мойындайсың ма? Біздің арыстарды кеңес үкіметі кезіндегі тұлғаларымызды қайтадан жаңғыртушы, солардың еңбегін көрсетуші, танытушы адам ретінде мойындаймын. Иә. Ол арыстарды мойындайсың ғой, ғана? Мойындайсың ба деген не сұрақ? Сен елің үшін еңбек еткен адамдар ол. Енді олардың ешқайсысы атеист болмаған ғой. Мен оларды діні үшін құрметтеймін ба? Дін үшін құрметтегенде жүрген жолы діннен басталған ғой енді. Кімнің? Ыбырай Алтынсарин мысалы. Жақсы, сонда менің қазақ болып, қазақтың тағдыры үшін жанын берген бір адам байқалады. Сен арабтардың алып келген бір кітабын оқымасаң да соны ақиқат деп сеніп жүрсің да? Мен лучше, чем ешкімге сенбегеннен бір жаратушыға сенгенім қайда артық, мың санжетке серіксе артық. Сен мысалы кітабың бар ма? Жоқ. Елшің бар ма? Жоқ. Сонда сенбегенше... Жоқ, айтшы, не айта алмайсың, айтшы. Әртүрлі жаңа қазір ғана бір интервьюін тыңдадың. ChatGPT-ді пайдаланып отырсың, оны не үшін өзің шығармайсың? Көкірек көзіңді аш дейсің да? Қысқақсы. Көкірек көз деген не ол саған сұрақ? Не ол? Сенің сонда аргументің сол ма? Мен ешкімге сенбегенше арабтарға сенейін деген аргумент па сенікі сонда? Жоқ. Мен бүкіл ата-бабамды мойындаймын. Мен бүкіл жүрген жолдарын мойындаймын. Болды, мен салт дәстүрді мойындаймын. Домбыраны харамға шығармаймын. Ұлттық аспаптарды вообще де харамға шығармаймын. Неге харамға шығармайсың? Не үшін харамға шығаруым керек? Харам емес қой өйткені. Мен біреулер келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның анау біреу сырнай тартып отқан кезде, мына зат құлағын жауып өткен кезде, ол жерде домбыра тартылған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші Меккеден Мединаға көшіп баратқан кезде, Медина халқы сәл тойға құмарлау халық болады. Сол кезде бубен бар ғой, барабан ойнап жатқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен Айша анамыздың тыңдап тұрғаны бар. Ол хадисті жоққа шығарып, Айша сенің анаң ба? Мұсылмандардың анасы. Менің сенімдегі менің анам ол. Мен бірақ сен араб құл емессің. Араб құл емеспін мен. Бірақ саған ешқандай қатысы жоқ арабтың әйелі сенің анаң. Не үшін қатысы жоқ? Қатысы бар маған. Шежіреңмен қатысы бар ма? Шежіремнен қатысы болмаса да менің сеніміммен қатысым бар ғой. Жоқ, сеніміңді қоя тұршы. Айша қазақтың даласына қатысы бар ма? Айша анамыз ба? Ана демей қойшы, білмеймін мен сені. Мен үшін ана ғой енді, өзің қабылдамасаң қабылдама, көресің ғой. Қазақтың даласына қатысы бар адам ба ол? Қазақтың даласына қатысы жоқ. Қазақтың мәдениетіне қатысы бар ма? Қазақтың мәдениетіне қатысы жоқ. Саған бір туыстық қатысы бар ма? Маған бір туыстық қатысы жоқ. Сенімен бір ұлттың да өкілі емес. Ол кезде қазақ деген ұлт та болмағанда өйткен. Сенесің ма, 571 жылы қазақ деген ұлт болмаған. Сонда не үшін анаң екенін айтшы? Мені мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы қатты жақын таныстырған сол кісілердің хадисі арқылы. И сосын тура жүрісімен, тақуалығымен, тап-таза жүрісімен менің анам болып есептеледі ол. Бүкіл мұсылмандардың анасы болып есептеледі ол. Тап-таза жүрісімен дейсің бе? Мен қарашы, мен қазір біреуді анам сияқты деп жақсы көрсемші, маған ешкім запрет қоймайды ғой, дұрыс па? Анамдай осы кісі дейтін болсамшы, дұрыс па? Енді сен анаңдай деу үшін саған бір жақсылығы өту керек та оның. Өтті ғой, мен соны айтып жатырмын ғой. Қайдан жақсылығы өтеді, сен оның өмірде даже болған-болмағанын білмейсің. Білем. Қақтан білесің оны? Өйткені ол арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баяны, жүрген жүрісі, көркем мінез бәрі жеткен. Маған үлкен пайдасы тиген. Бүкіл жақсылықты істеп өткен, и мен үшін дұға еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмбетім кешір деп. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбетімін. Сол мен үшін, әр мұсылман үшін кешірім сұраған үшін, ол менің анам болып есептеледі. Жақсы болыпты, иә, жақсы болыпты. Енді көкірек көз ашу деген соны түсіндірші маған. Менде
мысалы яссауи ілімінде қарайтын болсаң, көкіректегі көз деген сен Алла тағала. Мұхтар Шахановты мойындайсың ба? Мұхтар Шахановты шынымды айтайын ба, бір еңбегін оқымаппын. Мойындағанда бір анау Москваның алдында тұрып бір сөйлегені бар. Семей туралы ма үлкен острый сөздер бар. Сол кезде Қанша сүре жатқа білесің? оны айтпай ақ қойшы қысқақ. Мен намаз оқимын ба, оқымайын ба? Хадистерді былай жатқа білесің ба? Оны да айтпай ақ қойшы. Сен сұрақ қойып көрші, мен жауап бере алғанша жауап көрейін. Жоқ, просто сен Шахановтың оқымаған уақытыңды неге жұмсады деген сұрақ қой. Шахановты оқымаған уақытымды мен үйіме, отбасыма жұмыс істеп жұмсадым. Ақша табумен. Мектеп кезінде де ма? Я мектеп кезінен бастап жұмыс істегенмін. Сабаққа бармай жұмыс істедің бе? Сабаққа барып жұмыс істедім ғой. Сабақта тек анау Мұхтар Шахановтың Шыңғысхан жайлы айтылған отырар қақпасы туралы ше. Сол еңбегін ғана оқыған болды. И то ол бұрында бала кезде естен шығып кеткен не жайлы екен ше. Қайырханға баратынша қақпаны ашып берді. Жақсы, онда жақсы, проблема емес. Мен ненің Мұхтар Шахановтың 4 ана деген өлеңін оқып берейін саған. Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала, мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқада, ғұмырына етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада, болу керек құдіретті 4 ана дейді. Туған жері, түп қазығы айбыны, туған тілі, мәңгі өнеге айдыны, жан байлығы салт дәстүрі тірегі қадамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы, еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да, құдірет жоқ 4 анаға тең келер, онсыз санаң қаңбақ құқсап сенделер. Өзге ананың ұлылығын танымас, 4 анасын менсінбеген пенделер. 4 анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. 4 анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызды жанбаған. Қасиетті бұл 4 ана тағдырыңның тынысы, 4 ана үшін болған күрес, күрестердің ұлысы дейді. Енді бұл жерде өлеңде отан бәрі кетіп жатыр ғой. Ең бірінші өзімнің қазағым мен үшін бірінші орында тұратын, жаңа дінді алып тастаған кезде мен қазағым тұрады. Сен дінді алып тастай алмайсың ғой, неге өйтіп өзіңді өзің алдайсың? Енді мен бірінші орында тұратын мен үшін Алла деп айтам. Одан кейін енді сен бүйтесің да, қалай алдайсың дейсің да. Қара, мен мынандай ғой, короче, мен кеше жарыста бірінші орын алдым. Ну, бірінші, екінші орын алған жігіттерді есептемегенде мен бірінші орын алдым деген сияқты. Ондай манипуляция болмайды ғой. Сен айт, мен үшін дінім бірінші орында деп айт. Сен айтып тұрсың, дінді есептемеген кезде маған ұлтым бірінші орында деп өтірік манипуляция жасайсың. Енді бұлай сұрақ қойдың өткенде, арабтар басқыншылық жасаса қазақтарға, арабтарға болсасын ба деп біреуге осындай сұрақ болды ау деймін. Иә. Мен ол жерде жауап беретінім, арабтарға болыспай, мен қазақтың даласында қалам болды. Қазақтың даласында тұрып шариғатқа қарсы күресесің ғой. Не үшін олар шариғаттап келе жатқанына кім кепіл? Жоқ, олар саған келіп түсіндіреді ғой. Нені түсіндіреді? Мен дұрыс жүрмін ғой мысалы. Жоқ, ол ситуация әлі ислам келмеген кезі ғой. Арабтар келіп тұр саған, исламды қабылдамасаң соғысамыз деп тұр. Сен тұрасың да, ой, ислам деген ақиқат екен ғой деп арабтарға шығасың да, өз ата-бабаларыңды қырасың. Солай ма? Жоқ, біздің ата-бабамыз қырған жоқ қой өзін. Дұрыс қой, енді сен бұл жерде маған айтсай, сен қанша шариғат алып келсе де арабтарға қарсы өз ата-бабаң жағында соғысасың ба? Жоқ әлде Алланың шариғатын әкелгенін көріп, солар жаққа болысып, ата-бабаңды дінге тартасың ба? Мен тура ата-бабамның істегенін істеймін ол кезде. Ата-бабам қалай жасады, тура солай жасам. Араб келді, насихаттады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар, Каспий жаққа келгенде беттері қысыңқы, жүздері томпақ келген, түркі деген әлемшат, олар сендерді жайларына қалдырғандай, сендер де олар жайларына қалдырыңдар деген. Өйткені осы түркі даласынан үлкен ғұламалардың шығатынын білген сахабалар. Қайдағы Каспий не қылып отырсың? Арабтар Эфиопия жақ қай жер? Ойбай. Каспия қай жер? Сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін білесің ба деп сұрадым жаңа. Осы түркі әлемі туралы хадисте бізді қазір. Арабтар қай жақтан келген жалпы? Арабия түбегінен келген. Каспий неғып жүр жақта? Енді дін таратты олар. Жан жаққа бүйтіп барып шашырап дін таратты. Сол кезде Каспий жаққа барғандарыңда деп айтады. Көздері қысыңқы, беттері жалпақ келген түркі деген әлем жолығады. Олар сендерге тиіспесе, сендер оларға тиіспеңдер.
сөйтеді да бұл кісілер келеді да соғыспен келмейді. Қай жақтан тауып бере аласың, айтшы? Қазақ арабпен соғысқандығын, соғысып қабылдағандығын. Соғысып қабылдамаған қазақ. Қазақ даласында Түргеш деген қағанат болды ма? Болды. Түргештер арабтармен шайқасты ма? Оны білмедім. Қарай салса енді сен. Үш рет шайқасып қалай тасталқан болып жеңілгені, нелердің, түргештердің сұлу деген қағанына араб тарихшылары қалай сүзеген деген ат бергені, соны қарасай. Енді Бейбарыс Сұлтан да соғысты мысалы. Не қатысы бар? Мен саған айтып отырмын конкретно. Ол арабтар мысалы лишний өзінің эгосымен келіп соғыс ашқан болса, ол жерде шариғаттың не қатысы бар, айтшы? Эгосымен келген ба? Мен олар дін таратып жүрмін ба десем? Жоқ, неше түрлі адам бар ғой біздің Али радиаллаху анху, біздің сеніміміздегі төрт шадиярдың ең кішісі. Сонда өзінің араб өлтірген жоқ па? Құранды жаттаған Ибн Мульджим деген. Ол арабтың бәрі керемет деген сөз емес қой. Мен тағы да айтамын. Мен жаңағыдай ойбай Арабстан, Сауди деп фанатизммен ұрып жүрген адам емеспін. Мен Санжардың ожақ болжағы болып жүрген адаммын, сеніміндегісі. В общем, шалапұла әңгіме десе. Шалапұла емес. Мен өзімнің позициямды дұрыс түсіндіре алдым. Мен сұрақ қойып жатырмын, сен жауап бермей жатсың, анығынша. Сен дальше маған сұрақ қоймай болатсың да. Бұл жерде жауап беруші сен болу керексің. Мен сұрақ қоюға кірдім деп, сразу өзімнің мақсатымды айтып қойдым. Тыңда, сендер осы әдейі істейсіңдер ма, өтірік істейсің ба? Сен маған бірінші сұрағың не болды? Мен саған не деп жауап бердім? Санжар Керімбай туралы болды. Иә, сен маған айттың, адамдардың ұлтқа қызметін мойындасаң, дінін мойындайсың ба? Мен саған өзің түсіндірдің, оны өзің жауап бердің. Иә. Оны қабылдадың. Екінші сұрағың не болды сенің? Екінші сұрағым миым ашық қалды. Соқыр сенімді не деп айтасың деп. Мен саған соқыр сенімнің не екенін түсіндіріп бердім. Және сенікі де соқыр сенім деп жауап бердім. Неге сен жауап бермедің деп айтасың? Мен қабылдамадым екен. Өзің қарашы. Жарайды, қабылдамасаң мен саған басқа мысал айтайын. Мысалы қара. Тұра тұр, қара. Мен өзімді христианмын деп есептеймін делік. Сен менен сұрайсың, не үшін христианға келдің десе, мен айтамын. Мен бала кезімнен, мен кішкентайымнан жүрегімде Иса бар. Мен жүрегімде Иса бар бала кезімнен. Мен туған кезде Иса деп туғам. Сондықтан да бұлдың христиан діні хақ, Иса мен қасиетті киелі рух, ол ақиқат. Бірақ мен Библияға сенемін деп айтам, сен сұрайсың, Библияны оққасың ба деп сұрайсың. Мен айтам, жоқ, оққан жоқпын, бірақ Библияның ақиқат екенін білем. Менікі соқыр сенім ба? Соқыр сенім. Неге? Осыны өзіңе қарай айналдыршы енді. Ең үлкен қателігің сеніңше Алла мен Исаны салыстыруың болды. Сұрақ осымен шешіліп кетті. Алла мен адамды салыстыруың бұл жерде. Иса адам. Тұра тұршы, мен саған бір осы жерде осы моментте мен саған бір қызық мысал оқып берейінші. Мынаны қарашы, былай Ахмет Байтұрсынның айна мен маймыл деген мысалы бар. Сол жерде былай дейді, қара. Айнаның қарсы алдына маймыл барып, айнада өз суретін көре салып, аюға жанындағы күліп айтты, ақырын аяғымен түртіп қалып. Бері қара, бұл кім өзі мынау перің? Білмеймін қайдан шыққан мұндай керім. 12 мүшесінің бір оңды емес, көз салып қарап тұрсам әрбір жерін. Мен бұған титтей ғана ұқсас болсам, ішіме пысақ салып өлер едім. Ол рас, 5-6 бар екені, кейіпсіз нақ осындай бөлелерім. Маймылжан біраз ғана өтсең төзім, менің бар жалғыз ауыз айтар сөзім, әуре боп бөлелерің санағанша, абайрап қараша өл, өзің. Аюдың бір ақылы айтқан досқа, бір жүріп, бірге тұрған көңіл босқа, алды жөн адасқанның деген сөз ғой, тыңдаусыз қордалада қалды босқа дейді. Мысалы, адам маймыл, өлең айна, өлеңгі түсінгенге бар көп пайда. Айтылған өнеңдегі мінін көріп, түзейтін мінез құлқын адам қайда. Біреудің мінін айтса өлеңшілер мәз болып тыңдағандар қарқар күлер. Болса да нақсо міндер өз басында деп айтар, секілдекен пәленшелер. Мен талай көргенім бар осындайды, өз мінін кім аңғарып абайлайды. Мәселен, бидің жеген парасын айт, көрсетер көзін қысып ауылын айт дейді. Өзіңді қарап тұрып, тура өзіңді көріп тұрсың да айнадан, христианнан. Бірақ оныкін соқыр дейсің да, өзіңді соқыр демейсің. Соқыр емес қой екен. Неге білесің бе? Тағы да айтамын, Алла мен жаратушымен сен адам салыстырып тұрсың. Екі түрлі нәрсе ол. Оңбайсың. Көкірек көзді айтшы мақұл. Сенің көкірек көзің соқыр. Иә, ол көкіректегі көз қайда тұрады ол? Көкіректегі көз екі қабырғаның ортасында.
екі қабырғаның ортасында. Иә. Соны ашу керек. Если что, нелер бар сондай. Жарайды, мақұл. Хорошо. Этот көкірек көз сенде ашылды ма? Иә, ашылып, мен сені көріп тұрмын соны. Көкірек көзі ашылған адам екінші адамды ашу оңай болады ғой. Иә, мен сенікін ашуым оңай болады ғой. Менікін аша алмай жатсың ғой. Ол сразу болмайды ғой. Сен засор сенде. Жоқ, сен сұрағың екі түрлі нәрсе. Сен оны өзің де біліп тұрсың. Иса мен Алланы салыстырып тұрсың сен. Дұрыс па? Иса кім, Алла кім? Екеуі де құдай. Екеуі қалай құдай болады? Адам жарата ма сонда? Адам планетаны жарата ма? Исаны адам деп кім айтты? Иса алейхиссалам әшейін пайғамбар ғой, былай айтқанда, ол құдай емес қой ешқандай. Сен үшін солай. Ол сен үшін солай. Ол орыстар үшін де, егер дұрыстап сөйлесетін болса, орыстар үшін де сол Иса пайғамбар болып қалады. Орыстардың бәрі христиан емес, орыс деген дін жоқ. Былай қылайықшы. Библияны оқыдың ба ашып? Оқымадым. Библияның ішінде қызыл немен жазылғандар Иса пайғамбардың сөздері болады. Олардың сені бойынша. Иса пайғамбар қызыл әріпте бір жерінде болсын, мен құдаймын деп айтпаған, ол құдай деп айтқан. Деп айтып деп адамдар жалғастырып кетеді. Қара әріптен. Иса өзін құдаймын деп айтқан жерлері болса, не болады? Тауып берші. Мен құдаймын деп айтқан. Деп айтты деп адам жалғастырып кетпеген жерлерді. Жоқ, ол айтқан болса, не болады онда? Ай, не болады? Ондай мүмкін емес. Жоқ, келсек та, айтқан болса, мен Исаны құдай деп мойындаймын деп па, бірдеңе деп айтса, өзі бір. Исаны мен 10 рет өмір берсе де құдай деп мойындамаймын. Онда бос әңгіме ғой сенікі. Бос әңгіме емес. Сенікі бос әңгіме. Сен өзің түсінбей жатсың. Мен айтып жатырмын ғой, деп айтты құдай болады да, бірақ адамдар қосады. Ол құдайдың баласы деп қосады. Не болмаса ол құдай айтты деп айтады. Ол деп бастайды кетеді. Сенің айтқан әңгімеңде ешқандай пәтуа жоқ, себебі сен өзің сынап тұрған нәрсеге альтернативаны қабылдауға дайын емессің. Неге? Мен қабылдап жатырмын ғой, қайсысын қабылдамай жатырмын? Жоқ, сен сөзіңнен қайтуға дайын емессің ғой. Енді сен де қайтпай тұрсың ғой, атеизмнен. Тура солай, мен де Алланы бір деуден қайтпаймын ғой. Мен саған айтқан жоқпын ғой, бір нәрсені бүйтсең сөйтемін деп. Қалай? Бір нәрсені бірдеңе істесең солай болады, мен бүйтсең сөйтемін деп саған айтқан жоқпын ғой. Сен бірақ қабылдамай жатсың деп жатсың. Сен бірақ сөзді етіп отырсың да, жоқ деп. Егер бар болып қалса, бүйтемін деген әңгіме айтып жатқан жоқсың сен. Ол уже спор болады ғой, мен спор ойнағым келмейді қысқартышыммен. Егер ондай болса, мынандай бәсекелестік. Просто мен сенің Иса туралы сөзіңе неге сенбеймін айтайын ба? Себебі сен Абайдың бірде-бір несін өлеңін оқымай, Абайдың өлеңінің бәрі Алла туралы деп өтірік айтқан адамсың да. Кәззапсың сен. Сондықтан да сен ол боссан. Қалай бірде-бір өлеңін оқымай? Иә, мысалы, сен Абайдың өлеңдерін оқымағасын, бірақ олар оның бәрі Алла туралы деп өтірік айтқан адамсың. Получается, сен кезінде оқисың да, бірдеңені ұмытып кететін болсаң, есіңде қалмаса. Сен кәззапсың ба сонда, получается? Сен ұмытып кеткен бе едің? Мен ұмытып кетемін. Мен бала кезде оқығам ғой олардың бәрін. Мен Шәкәрім атамызды да бала кезімде оқығам. Онда неге сен былай деп айтпайсың? Мен енді шатасуым мүмкін, солай-ау деймін деп неге айтпайсың сен? Солай-ау деймін деп айтпаған себебім тура есімде. Мен оқыған еңбектері Алладан басталады. Енді қара, сен өзіңнің қателесуің мүмкін екендігін бізге ескертпей, ұмытып қалуың мүмкін екендігін айтпай, сондай мүмкіндікті допускать етпей, жоқ, білем, солай деп өзің айтып алып қадалған соң, біз саған неге түсіністікпен қарауымыз керек? Мен қалай қадалдым, айтшы? Абайдың Алла жайлы өлеңдері жоқ па? Жоқ, сен Абайдың бүкіл өлеңдері Алла туралы дедің, бұл шылғи өтірік. Мен оқығам еткен, оқығандарым Алла жайлы. Сен бүйтіп айтқан жоқсың. Сен Абайдың Алла туралы өлеңі бар деп айтқан жоқсың. Сен айттың, Абайдың өлеңдерінің бәрі Алла туралы дедің. Бұл өтірік екенін мойындайсың ба? Қалай өтірік екенін мойындайсың ба? Яғни Абайдың өлеңдерінің бәрі Алла туралы емес екендігін мойындайсың ба? Жоқ, мен мойындамаймын. Өйткені сен Абай танушы, мен Абай танушы, тәпсірлеуші емеспіз біз. Біз бірінші ашықтап алуымыз керек, ол не туралы айтқан. Мен саған бағана Абайдың біраз өлеңдерін айтқанда Алла туралы ма деп сұраған кезде сен жоқ, Алла туралы емес деп айттың ба? Қаламқас айттым. Жоқ, сен Абайдың мен саған бір өлеңін айтқан кезде жоқ, бұл Алла туралы емес деп айттың ба? Жаңа баласы туралы айтылғанда ма? Иә. Иә, айттым.
Демек Абайдың барлық өлеңі Алла туралы емес қой, себебі Алла туралы емес өлеңдері бар екен. Сені көтеріп болды ма? Барлық деген басым көпшілігі деген шығар. Адам қателеседі. Ыстақ сен де қателесесің ғой. Жоқ. Сендердің қателіктеріңді кешіруге болады, егер сендер мен қателесуім мүмкін, солай шығар, мен ұмытуым мүмкін десең. Мен қателесуім мүмкін. Мен қателесушімін. Поздно. Өйткені пайғамбарым салсам айтып кеткен, мен туралы да айтып кеткен. Поздно. Сен бағана айтуың керек адам. Не деп? Әңгіменің басында айтуың керек, мен қателесуім мүмкін деген. Так, сен адамдарды шатастырма, мен қателеспеушімін деп айттым ба, өзім сөйтіп таныстырдым ба? Сен өзің білмейтін нәрсе туралы утверждение жасап таластың. Мен қазір енді айтып отырмын ғой. Мен қателесушімін деп жатырмын ғой. О баста мен қателеспеймін никогда деп айтып. Сен өйтіп өтірік жасама, сен конкретно айт. Абайдың барлық өлеңдері Алла туралы деп мен қателестім деп айт. Мен бірінші көріп алайын оны, бұл қаламқасты көріп алайын именно. Көріп алайын болғанда жаңа баласы туралы өлең Алла туралы емес пе? Шынымды айтсам, а? Баласы. Я, ол жерінен қателестім, жаңа баласы жағынан, я. Дұрыс. Абайдың өлеңдерінің барлығы Алла туралы деп мен қателестім деп осыны бір ауыз сөз ғой, болды ғой. Бірақ мен мынандай мағынада айтылды да, мысалы бір адам келеді да, тек бір еңбекті жаза береді да, арасына ғана қосады да, сол кезде кейбір кезде айтылып кетеді ғой, барлық еңбек сондай деп. Сондай мағынада айтылды ол. Мен келіп, сен бит Абайдың жинағын ал да, ішіндегі Алла туралы өлеңдерін сана, сосын Алла туралы емес өлеңдерін сана. Егер Аллаға қатысы жоқ өлеңдері Аллаға туралы өлеңдерінен бірнеше есе көп болатын болса, сен өтірікші болып шығасың. Алла жайлы айтылған өлеңі қарапайым өлеңдерінен көп болу керек, мен өтірікші болмаймын, иә? Иә, егер көп болса, сенікі рас болады. Онда маған Санжар сияқты нелер керек, ғалымдар керек, ашықтап айтып бере алатын. Санжар абайтанушы емес қой? Абайтанушы емес, бірақ оның көкірек көзі ашық, оп-оңай нете алады. Давай, Абайдың кітабын ал. И сол жерден сен астын сызда Алла туралы өлеңдерін сана, Алла туралы емес өлеңдерін сана да, сосын бізге кел. Біз сол жерден қараймыз, и сенің сөзің рас па, өтірік па мойындаймыз. Жарайды, ар, ынсап, сондай қанағат, өңкей сондайлар ғой өлеңдері, иә? Ол Алла туралы емес қой. Енді ар... Бағанағындай манипуляцияң өтпейді, бағанағындай жазғы тұры деген Алла туралы өлең деген әңгіме вообще айтып жүрмін. Онда былай келсейікші, мен 2-3 күннің ішінде тауып алып келем да полный еңбегін. Сен де абалда сол жерде. Мен мынау болды санаймыз, иә, болды санаймыз.